Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай хит салаттың рецептісімен бөлісемін. Бұл салат ресторандағыдай дәмді болып шығу үшін бірнеше маңызды нюанстарын білу қажет. Бисмиллах деп бастаймыз. Ең алдымен салатымыздың басты ингредиенті қолданатын аскөктерімізді, менің жағдайымда рукколаны мұқият жуып аламыз. Ағын суға тазартып жуып аламыз. Кейін ыдысымызға таза суды құйып, аскөктерімізді орналастырып, үстінен 1-2 ас қасық сода қосамыз. 1 ас қасықтай 9% сірке қышқылынан қосамыз. 1 ас қасық тұз қосып жіберсеңіз де болады. Осы сұйықтықтың ішінде 30 минутқа қалдырамыз. Кейін ағын суға жақсылап шайып, тазартып жуып аламыз. Аскөкті осылай залалсыздандырып алуымыз қажет, сонда құрамындағы шөпке жабысып қалған паразиттер жойылады, және де құрамындағы нитраттардың көлемі де азаяды. Салатымыздың дәмді болып шығуының құпиясы арнайы соуста. Бұл соус үшін зәйтүн майынан 3-4 ас қасықтай қосамыз. Екінші ингредиент дижон деп аталатын қыша тұздығы, орысша дижонская горчица. Осы қыша тұздығынан 1 шай қасықтай қосамыз. Табиғи сұйық бал қосамыз. 1-2 ас қасық қажет болады. 2 ас қасықтай лимон шырынын қосамыз. Шанышқының көмегімен мұқият араластырамыз. Осындай сәл ғана қоюлау масса шығады. Дижон қыша тұздығы табылмай жатса, осындай зернистай горчицаны қосуға да болады. Бұл салатқа әдетте қызылша немесе асқабақ қосады. Бүгін мен қызылша қосуды жөн көрдім. Алдын ала тұзды суға пісіріп алдым. Осындай ірі 4 бұрышты бөліктерге бөлемін. Салат дәмді болу үшін қосатын қызылша немесе асқабағыңыз тәтті болуы керек, соған көңіл аударыңыз. Соусымызға шым-шым тұз қосуды жөн көрдім. Мұқият араластырамыз және бөлек ыдыста тұрған қызылшамызға қосамыз. Осындай соус дайындағанда экстра деп аталатын тұзды қолданған жақсы, себебі ол майда болады және тез ериді. Құрметті менің алтындай көрермендерім, осындай өзіміздің қазақ тіліміздегі каналдарды қолдап, видео ұнаса, тегін лайктарыңызды аямай басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Ал жаңа көрермен болсаңыз, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Салатымызды жинауды бастаймыз. Аскөгімізді тәрелкеміздің дәл ортасына осындай көлемді етіп қоюға тырысамыз. Жан жағына қызылшамызды орналастырамыз. Черри қызанақтарын 2-ге бөліп орналастырамыз. Моцарелла ірімшігін орналастырамыз. Бұл салатқа моцарелла ірімшігін, фета ірімшігін 4 бұрышты етіп кесіп, немесе творожный сырды қасықпен алып қоссаңыз да болады. Зәйтүн қосуды да жөн көрдім, негізі міндетті ингредиент емес. Енді үстінен соусымызды бір араластырып жіберіп құямыз. Қалған руккола шөбін салатымыздың үстінен көлемді етіп орналастырамыз. 1-2 шай қасық соусымыздан құямыз. Егер бар болса, әдемілік үшін және қышқыл тәтті дәмі үшін осындай бальзамикалық крем соус қолдансаңыз болады. Негізі міндетті емес, онсыз да салатымыз дәмді болып шығады. Асқабақ дәндерін қосып, күнжіт септім. Осындай өте дәмді, пайдалы, асқазанға жеңіл, тез дайындалатын салат шықты. Дайындап көріңіз, ұнайтынына 100% сенімдімін. Дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Сіздермен болған салтанат жаңа видеоларда жүздескенше.